Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен үлпілдек жып-жұмсақ болып шығатын үйдің нанын пісіретін боламыз. Ал енді бірінші тестімізді дайындаймыз. Бізге жылы сүт керек, және де жылы су керек. Екеуін қосып, оның үстіне бір ас қасық шекерімізді, бір шай қасықпен жарты тұзымызды, және де бір шай қасық аштығымызды қосып, осыларды жақсылап тұзымызбен шекеріміз ерігенше араластырып алатын боламыз. Енді оның үстіне бір ас қасық майонез және де бір дана жұмыртқамызды қосып, 2 ас қасық күнбағыс майынды қосып жіберіп, осыларды араластырып алатын боламыз. Үстіне үкіштен өткізілген осылай ұнымызды аз-аз бөліктен сала отырып, араластырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бірінші венчиктің көмегімен, содан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамырды елеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Қолға жабысқақ болып шықты. Енді осының үстіне 2 ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап тұрып елеп жіберетін боламыз. Осы жұмсақ қамырымызды енді 1 сағат, 2 сағат көлемінде жылы жерге толықтай көтеру үшін қойып қоятын, бетін жауып қойып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабысқақ және жұмсақ болып шықты. Міне көтеріліп жатыр. Енді осыны 1-2 басып қойып, енді дастарханымызға ұнымызды сеуіп, оның үстіне видеода көріп тұрғандарыңыздай қайта-қайта 15 минуттай осылай айналдырып, жақсылап тұрып елеп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынынан және де көлденеңнен ішіне қарай баттастырып осылай жасаймыз. Міне осылай сопақша қылып, енді орналастырып, оның үстіне ұнымызды себеміз және де пышақтың көмегімен осылай беткі жағын әдемілеп тіліп жіберсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер ұнаса видеоға комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Төменгі батырмада менің каналымның арнасы жазылып тұр. Сол батырманы басып, менің арнама тіркелуді ұмытпа. Бұл ысылай кезде кестім. Ысылай да салқындайды, өте жақсы кететін, өте дәмді үлпілдек жұмсақ нанымыз шықты. Егер ұнаса лайк басуды ұмытпа.